Қайырлы күн. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ ұлттық қолөнері. Сабағымыздың негізгі мақсаты лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу. Жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Сын есімдерді қайталай отыра, бүгін біз сіздермен сапалық және қатыстық сын есімдер туралы сөйлесеміз. Заттың түр-түсін, сын сапасын тікелей анықтайтын сын есімдер сапалық сын есім деп аталады. Мысалы, жақсы сөз, жуан ағаш, тағы басқа. Ал заттың сын сипатын, әртүрлі белгісін басқа сөз табының қатысы арқылы білдіретін сын есімді қатыстық сын есім дейміз. Мысалы, ақылды бала, көршілес үй, тағы басқа сөздер. Егер анықтаманы мұқият есіңізде сақтап алсаңыз, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Қазір сізге бірнеше сын есімдер берілген. Бұл жерде сапалық және қатыстық сын есімдер бар. Осы сын есімдерді екі бағанға бөліп жазыңыз. Бірінші бағанға сапалық сын есімдерді, екінші бағанға қатыстық сын есімдерді бөліп жазыңыз. Ережені қайталап алуға болады. Сын есімдер: әсем, сәнді, зергерлік, әдемі, әшекейлі, өнерлі, көркем, әлсіз, сапалы, асыл. Берілген сын есімдерді екіге бөліп жазып көріңіз. Жазып болсаңыз, жауабыңызды салыстырыңыз. Сапалық сын есімдер: әсем, әдемі, көркем, асыл. Қатыстық сын есімдер: сәнді, зергерлік, әшекейлі, өнерлі, әлсіз, сапалы. Жауабыңызды тексеріп болсаңыз, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Бұл жерде сізге бірнеше сөйлемдер ұсынылды. Сөйлемдерді қандай деген сұраққа жауап беретін сөздермен толықтырып көріңіз. Берілген бос орындарға қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді толтырыңыз. Зергерлік бұйымдарды қандай тастардан жасаған? Қыздар қолдарына қандай білезіктер таққан? Қолөнер шеберлері қандай әшекейлермен қуаныш сыйлаған? Қолдан жасаған бұйымдарды қандай өрнектермен әшекейленген? Алдыңғы өткен сабақтағы мәтіннен алған ақпаратты қолдануға болады. Тапсырманы орындап болсаңыз, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Сізге берілген мәтінде көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазу керек. Сіздерге берілген сөздер жоғары, өнерлі, әшекейлі, зергерлік, асыл, сәнді. Осы сөздерді көп нүктенің орнына қойып көріңіз. Мәтінді орындап болсаңыз, жауаппен салыстырып көрейік. Қазақ қыздары әшекейлі бұйымдарға көп көңіл бөлген. Оларды жоғары талғаммен таңдай білген. Зергерлік бұйымдарды өнерлі зергерлерге тапсырыспен жасатқан. Шеберлер әшекейлі бұйымдарды інжу, маржан, гаухар сияқты асыл тастармен әшекейлеген. Оларды салмағы мен бағасына қарап бағалаған. Сәнді шолпы, сырға, білезік, алқа, сақина сияқты әшекейлер қазақ халқының талғамын, салтанатын, байлығын көрсетеді. Жауабыңызды салыстырып болсаңыз, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Келесі тапсырмада сізге жағдаяттық тапсырма берілген. Зергерлік дүкенінде тақырыбында диалог берілді. Осы диалогты қолжетімді, таңдау, тапсырыс, ұнау, ерекше, талғам сөздерін қолдана отырып, диалогты аяқтаңыз. Берілген сұрақтарды оқып шығыңыз. Және сіз зергерлік дүкеніндегі тұтынушы ретінде диалогты аяқтап шығыңыз. Берілген суреттер мен сөздерді қолданыңыз. Диалог құру үшін сіз мына тапсырмаға назар аударыңыз.
Сұрақтарды және тірек сөздерді мұқият оқып шығыңыз. Сатушы рөліне байланысты сөздер мен сөз тіркестерін дайындаңыз. Сұрақтарды басшылыққа алып, нақты жауап беруге тырысыңыз. Сөздікті қолданыңыз, сөйлемдерді толық жазуға тырысыңыз. Бұл тапсырма сізге қиындық туғызбайды деп сенемін. Барлық тапсырмаларды орындап болсаңыз, келесі ақпараттық кестені толтырып көрейік. Яғни, бүгінгі сабақтан сіз зергерлік бұйымдар туралы қандай ақпарат алдыңыз? Алған ақпараттарыңызды берілген кестеге, ұяшықтарға толтырып жазып көрейік. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауабыңызды салыстыруға болады. Яғни, зергерлік бұйымдарды қазақ қыздары жоғары талғаммен таңдаған. Әшекейлерді тапсырыспен жасатқызған. Оларды асыл тастармен әшекейлеген. Әшекей бұйымдар халықтың салтанатын көрсетеді. Жауабыңызды салыстырып болсаңыз, оқушы сізге келесі тапсырмада, дидактикалық материалда бүгінгі слайдта орындаған тапсырмаларға ұқсас тапсырмалар беріледі. Ол тапсырмаларды орындап, нұсқаулық арқылы өзіңіз жауабыңызды тексере аласыз. Сізге сәттілік тілеймін. Назар аударғаныңызға рахмет.